тақырыптың бір түрі метафора. Оны ауыстыру деп те атайды. Сөз мәнін өңдеп, өзгертіп айту. Суреттеліп отырған затты не құбылысты айқындай, ажарландыра түсу үшін оларды өздеріне ұқсас, өзге затқа не құбылысқа балау. Сөйтіп, мағынасын үстей, мазмұнын тереңдетіп, әсерін күшейту. Метафораның жасалу жолдары. Бірінші, бір нәрсені жалғаусыз, жұрнақсыз, екінші нәрсеге балау, салыстыру, ұқсату арқылы жасалады. Мысалы, Гималай көктің кіндігі, Гималай жердің түндігі. Бұл өлең жолдарында Гималайды көктің кіндігіне, жердің түндігіне салыстырып, ұқсатып айтып отыр. Екінші, мын-мін, бын-бін, пын-пін, сын тәрізді жіктік жалғаулары арқылы жүзеге асады. Мысалы, арыстанмын айбатыма кім шыдар, жолбарыспын қайратыма кім тұрар, көкте күнмін, жерде желмін гулеген, жер еркесі желдің жөнін кім сұрар. Арыстанмын, жолбарыспын, күнмін, желмін дегенде мын-мін, бын-бін жіктік жалғаулары арқылы жасалған метафора түрі. Үшінші, еді, едім, едің, екен, ем сияқты көмекші етістіктердің көмегімен туындайды. Бұл метафораларға мысал: сен жаралы жолбарыс ең, мен киіктің лағы ем деп Абайдың өлеңінде айтылып тұр. Құлақдың құстың қореді, аққу құс ару төреді. Бұл өлеңдерде еді, ең деген көмекші етістіктер арқылы метафора жасалып отыр.